Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражатыңыздың бір бөлігін пайдалана алу мүмкіндігі. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының азаматтарында осындай мүмкіндік пайда болды. Әрине, барлығында емес, кімнің қаражаты бар. Қаражаты бар дегенде, жұмыс істеп жүрген азаматтардың барлығының әрине қаражаттары бар, ресми түрде жұмыс істеп жүрген. Бірақ әр жасқа байланысты өзінің жеткілікті шегі деген шекті мемлекет бекітіпті. Әр жастың өзінің шегі бар. Яғни, сіз пайдалана алатын сома осы сіздің жасыңызға байланысты бекітілген шектен сіздің сол зейнетақы жарнасы, зейнетақы қорындағы жиналған қаражатыңыз жоғары болу керек. Яғни, мынау шек сіздің жасыңызға байланысты. Ал сіздің сол зейнетақы қорындағы қаражатыңыз міне мынау жоғары болып тұратын болса, осы екеуінің арасындағы соманы сіз пайдалана аласыз. Пайдаланған кезде сіз тек қана 3 түрлі бағытта пайдаланасыз. Біріншісі, тұрғын үй мәселесін жақсартуға, екінші емделуге, үшінші жеке бір компанияларға басқаруға сен тапсырасыз қаражатыңызды. Бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, егерде тұрғын үй мәселесін жақсартуға және денсаулықты жақсартуға байланысты қаражатты шешетін болатын болсаңыз, бұл жерде сіз қаражатыңызды ағайын туысқандар бірігіп бір шотқа жинап, бір-біріңізге көмектесіп пайдалансаңыздар болады. Яғни, сіздің қаражатыңыз, мысалы, сіз пайдалана алатын қаражат ол азғантай болатын болса, сіздің әйеліңіз, болмаса басқа да туысқандарыңыздың қаражаттарын өзара келісіп, бір неге жинап, сол арқылы пайдаланса болады. Болмаса емделуге байланысты болса да, қаражаттардың барлығын бір жерге жинап, соны арқылы пайдаланса болады. Нақты емделуге және тұрғын үй мәселесін шешуге байланысты өтінімді қабылдау ол отбасы банкі арқылы жүзеге асады. Яғни сіз жинақтаушы зейнетақы қорына бармайсыз, сіз отбасы банк деген банкке жүгінесіз. Отбасы банк деген ол жаңа банк емес, ол бұрынғы өзіміздің білетін тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, отбасы банкі деп осының қазіргі жаңа аты солай аталып тұр. Сол банкке хабарласасыз, сол банктен отбасы банкінен арнайы шот ашылады, және сол банкке сіз өтінім қалдырасыз. Яғни менің жаңағы зейнетақы шотымда мынаншама суманы мен пайдалана аламын деп өтінім қалдырасыз. Банк сіздің өтінішіңіздің негізінде жинақтаушы зейнетақы қорына хабарлама жібереді, және жинақтаушы зейнетақы қоры сол хабарламаны 5 жұмыс күні ішінде қарап, және егерде сіздің белгіленген сомаңыз шындыққа жанасатын болатын болса, сол соманы отбасы банкіндегі арнайы шотқа жібереді. Шотқа ақша түскеннен кейін сізде 45 күн уақыт бар. 45 күннің ішінде сіз құжаттарды әкеп банкке өткізу керексіз. Тұрғын үй болса тұрғын үйге байланысты, денсаулық болса денсаулыққа байланысты құжаттарды өткізу керексіз. Ары қарай банк соған байланысты төлемдерді жасай бастайды. Егерде сұрақ туындайды, 45 күннің ішінде үлгермесем не болады деген. 45 күннің ішінде үлгермесеңіз, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Банк ақшаны қайтадан жинақтаушы зейнетақы қорына аударып жібереді. Одан кейін сізде қайтадан өтінім беретін мүмкіндік бар. Яғни сіз тағы да қарастырасыз да, қайтадан банкке өтінім бересіз, жаңағы процесс қайтадан басынан басталады. Енді мен қандай суманы ала алам деген сұрақ туындауы мүмкін әрқайсыларыңыздың бастарында. Мен бұл видеоның соңында жаңағы мемлекеттік npf.kz порталына кіріп, өзіңіздің қандай суманы ала алатындығыңызды көретін жолын көрсетемін. Яғни, бірінші сіз сол неге кіресіз да, өзіңіздің қандай суманы ала аласыз, соған көзіңізді жеткізесіз. Содан кейін барып өтінім беретін кезде сол суманы көрсетесіз. Егерде сіздің электронды цифрлық қолтаңбаңыз жоқ болатын болса, онда жақын маңдағы кез келген бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өзіңіз жеке барып жүгіне аласыз. Өзіңізбен бірге жеке басыңызды куәландыратын құжатыңыз болса жеткілікті. Және үшінші бағыт бар, жаңағы бір компанияларға сеніп тапсыру қаражатыңызды. Бұл жағдайда мемлекет компаниялардың тізімін жасайды, яғни осындай қаражаттарды пайдаланып, сіздің қаражатыңызды молайтатын. Ол компаниялардың тізімі әлі жасалған жоқ. Компания бұндай компанияларға өзі шарт қойып, оларды бір белгілі неден өткізеді, аккредитация жасайды. Содан кейін барып, сіз сол компаниялардың ішінен біреуін таңдайсыз да, соған өзіңіздің қаражатыңызды сеніп тапсырасыз. Бұл жерде сізге айта кететінім,
кез келген бірінші шыға салған компанияға жүгіріп барудың қажеті жоқ. Кішкене күтіңіз, компаниялардың тізімі шықсын. Егер де сіз осы бағытты таңдасаңыз, одан кейін бар өзіңізге солар компаниялар ұсынып отырған шартқа қай шарт сізге қолайлы, сол компанияға жүгінесіз. Негізгі айтылатын ақпарат осы. Кімдер ала алады дейтін болатын болсақ, кімнің зейнетақы жаңа қорында қаражаты бар, яғни жеткілікті шектен мол қаражаты бар, сол азаматтар пайдалана алады. Бұнан бөлек зейнеткерлер, яғни зейнетке шыққан азаматтарда бұндай мүмкіндікті пайдалануына болады. Жұмыс істемейтін, яғни ең басты шарт ол жаңағы жинақтаушы зейнетақы қорында қаражаты болу керек. Олай болса біз енді видео нұсқалыққа қарай ойысайық. Кез келген интернет провайдер арқылы кіресізді ENPF деп тересіз міне. ENPF.kz мемлекеттік сайтына кіресіз. Мынандай болып ашылады. Жоғарғы жағында мына жерде адамның бейнесі тұрған жерге жеке кабинет дегенге басасыз. Енді қараңыз, егер де сізде электронды цифрлық қолтаңба жоқ болатын болса, сіз өзіңіз жаңағы айттым неге барасыз деп. Жаңағы жинақтаушы зейнетақы қорына өзіңіз барып, жеке куәлігіңізбен бару керексіз. Бірақ оған бару үшін сіз алдын ала очередьке тұрып алу керексіз, кезекке тұру керексіз. Кезекке тұру үшін сіз телефон арқылы хабарласып айту керексіз. Мен осындай осы күні сағат осыншада келемін деп. Ол үшін қалай істейсіз? Сіз осы порталға кіресіз да, мына байланыстар деген бөліміне өтесіз да, өңірлік желі деген мына екінші жаңағы нұсқасына кіресіз да, міне БЖЗқ кезекші қызметкерлердің тізімі дегенді басасыз. Осы арқылы осыған бассаңыз, жаңағы кезекшілердің тізімін жүктеп аласыз компьютеріңізге. Содан кейін сол міне шықты телефон арқылы. Осыны жүктеп аласыз да, осылардың өзіңіздің регион бойынша кез келген біреуіне хабарласып, өзіңізге кезекке тұрасыз. Ал егер де жеке жаңағы электронды цифрлық қолтаңбаңыз бар болатын болса, жаңағы мына неге бастыңыз, міне жеке тұлғаның кабинеті деген мына жасыл батырмаға басасыз. Міне оң жағында вход по ЭЦП деген түрпішіні көріп тұрсыз, осыған басасыз. Выбрать сертификат, яғни сертификатыңызды таңдайсыз. Подписать. Міне, сөйтіп сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге кірдіңіз. Мына жерде сіздің жаңа қандай қаражат жиналып тұрғандығы туралы ақпарат бар. Одан кейін мынаны қазір мен жоғары жағындағы орысшаны қазақшаға аударып алайын, міне қазақша деп. Міне мына жерде міндетті зейнетақы жарнасы есебінен зейнетақы жинақтарының сомасы, яғни сіздің қазір жиналып тұрған қаражатыңыз осы. Ал мынау осы 2001 жылғы ең төменгі жеткілікті шегі, яғни сіздің жасыңызға байланысты, яғни сізде өзіңіздің сомаңыз шығады. Жасыңызға байланысты ең төменгі жаңағы жеткілікті шегі сомасы тұр. Және мынау оның астындағы ең төменгі жеткілікті шегінен асатын зейнетақы жарнасы сомасы, яғни сіз шешіп алуға мүмкіндігіңіз бар сома. Оның астында, егер де осы сомадан жеке табыс салығын бірден ұстап қалғанын жіберсін десеңіз, онда жеке табыс салығын ұстап қалғаннан кейінгі қалған сомасы мынау болады. Жоқ, егер маған зейнетақы жарнасы ұстап қалудың қажеті жоқ, маған осы соманы толық жібереді дейтін болатын болсаңыз, онда мына сома сізге толық жіберіледі. Бірақ сізден кейін зейнетке шыққан кезде қазір ұсталынбаған сома кейін ұсталынатын болады. Осыны ары қарай шешіп алу үшін сіз егерде тұрғын үй мәселесі және денсаулыққа байланысты мәселені шешкіңіз келетін болса, отбасы банкіне хабарласып, сол жерде арнайы шотын ашасыз. Ал егерде бұл қаражатты ары қарай басқа бір компанияға сеніп тапсырғыңыз келетін болса, онда мемлекет ұсынған тізімнің ішінен қай компанияға сеніп тапсырғыңыз келеді, сол компанияға хабарласасыз. Сол компания сіздің атыңыздан осы қаражатты пайдаланатын болады. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.